өтініш сіздерден маған не деп қайта жаза берудің қажеті жоқ. Қажет деп қажеттім болды. Маған больно болса да. Сосын сестраларым, жеңгелерім, туысқандарым маған жазбаңдаршы. Ренжімеңіздер, енді өйстіп айта алып бәрі мені болғанда. Қазір маған ешкім жазбаңдаршы, өтініш. Кейбіреулеріңізге айтуға оңай бәрі, бірақтан бәрі сіздер ойлағандай оңай емес қой. Мені қаралаудың да қажеті жоқ. Өзі кінәлісін деп мен ештеңе істеген жоқ. Менің бар кінәм просто шынымен махаббат деп жүргенім болды. Бірақ бұндай махаббатқа рахмет. Жана ханым, осындай стористер. Бұл соңғы стористер, одан кейін әлі Әсел өз парақшасына еш нәрсе жүктемеді. Негізінде бұл стористен кейін ешқандай хабарға шықпаған. Мен енді екеуміз ұрысып кеткен кезде шыны керек Жана ханым қатты қырылдық. Мен ондай қырылысты, екеуміздің арамызда ондай ұрыс болмаған негізінде. Бірақ кеше сізге эфирден кейін кешкі уақытта редакторыңыз хабарласқан кезде болды, біз кездестік, сөйлестік, суреттердің барлығын өшірдік, бізде барлығы бітті деген сөзді сіз айтқан едіңіз. Ендігі сұрақ, ол ашу үстіндегі қабылданған шешім бе, әлде қазір әлі сол ойдасыз? Мен ол кездегі ашу берілгенім, Жана ханым, мен просто андай қылдым да, каждый ашуланған кездерде біз болып жүрді, алдына бір блокқа қойып тастайды, кейін блокқа қойып тастағаннан кейін қайттан шығарып қояды, сәл бір ұрысып қалса резко блокқа қойып қояды, ананың бәрін архивке салып тастайды. Менің жыныма тиген нәрсе сол болды, Жана ханым. Оны архивке салып, оны қайттан шығарып түкке қажет жоқ, алда бәрін полный өшіріп тасташы дедім, болды. Сіздің көзіңізше өшірді? Иә, содан кеше үйіне барған кезде алдымда полный алдында галереядан да сурет қалдырған жоқ. Жана ханым, о бастан августте біз қалай келдік, сол кезде де бірге түскен бір фотолар, бір тиктоктар бар, мен сол моменттің бәрін полный видеоларын өшіріп тастадым и архивті де удалить еткізіп тастадым, Жана ханым. Шыны керек, ол ашудың үстінде. Вот сол. Одан кейін кеше енді болды, маған ешкім звондамасын, маған ешкім хабарласпасын деп айтып отқан, даже туысқандарымда телефон көтермеген. Өйткені сестралар звондады, жазып жатты, дайрек мен номерін бердім, номер телефонмен сөйлестік, неғып көтермей жатыр, біз қорқып жатырық, алаңдап жатырық дейді. Мен айттым, ол жерде ашуланатын ештеңе жоқ. Бұл айтқан кезде ол да маған қатты сөйлеп өзін, мен мынандай ұрыс-бұрыс болғанда, мынандай жылап сторис салғанда мен былай таң қалдым да, одан кейін неғып бұндай қып сабады. Ал біз кеше жұмыста отырдық, кешке дейін ойлап қалдық, сіздің жақындарыңыз Әселге хабарласқаннан кейін телефондарын көтермей, Ізбасардың жақындары маған жазбаңыздаршы, маған хабарласпаңыздаршы деп айтты деп ойладық. Ол өзінің туысқандарын айтқан, өйткені өзінің туысқандарын телефон көтермей қалған. Бүгін сөйлеспедіңіз? Жоқ, сөйлеспедім. Түнде де сөйлеспедіңіз?